Етістігі сөйлемде 4 түрлі жағдайда қолданылады. Бірінші жағдай noun plus noun, яғни зат есім мен зат есім қатар келген кезде. Мысал, Абай is a poetry, яғни Абай ақын. Екінші жағдай noun plus adjective, яғни зат есім қосылған сын есім. Кез келген заттың қандай да бір сипатқа екендігін білдіру мақсатында to be етістігі қолданылады. Мысал, she is beautiful, яғни ол әдемі. Біз жоғарыда айтып өткеніміздей, қазақ тілінде бір заттың қандай да бір сипатқа екендігін білдіретін кезде to be етістігі сияқты етістік түрін қолданбаймыз. Үшінші жағдай noun plus adverb, яғни зат есім қосылған үстеу. Бір заттың қайда, қашан екендігін білдіру мақсатында жүреді. Мысал, we are at university. Біз университеттеміз. Төртінші жағдай noun plus numerals, зат есім қосылған сан есім. Бір заттың, адамның жасы нешеде екенін білдіру мақсатында біз міндетті түрде is етістігіне жүгінеміз. Мысалға, Әсел is 19, яғни Әселдің жасы 19-да. Аталған төрт жағдайда ғана біз to be етістігін қолданамыз. To be етістігін сөйлемде қолданылмайтын жері бар, ол зат есім мен етістік қатар келген кезде. Мысалға, біз еш уақытта the teacher is explains деп айта алмаймыз. Себебі is өз алдына етістік, explains де етістік. Сол себепті біз бір етістіктің түрін бұл жерде is алып тастаймыз. Дұрысы the teacher explains болады. Келесі сабақта біз осы шақ формаларының бірі present simple туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше